Жаңадан келген инвесторлердің қателері. Мен де қателестім, миллиондаған адам қателесті, тіпті Уоррен Баффет те қателескен. Сондықтан ендігіде мұны болдырмау үшін және ақшаңыздан айырылып қалмау үшін жиі жіберілетін қателіктерді айтып өтейік. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Мен нарықта әсіресе инвестициялауды енді бастағанда, яғни жақсы кіріс қажет болған кезде алып-сатарлықпен айналысқыңыз келетінін түсінемін. Инвестициялаудың мақсаты қалаған кірісілікті алу үшін тәуекелді оңтайландыру, ал алып-сатарлықта көбіне логика мен стратегия аз. Бұл тек мүмкіндігінше тез пайда табудың тәсілі. Сондықтан егер сіз бар ақшаңыздан айырылғыңыз келмесе, ойланып эмоцияға берілмеуге кеңес беремін. Екінші қате. Көптеген адамдар биржадағы шығындарды оңтайландыруды ұмытып кетеді. Мысалы, брокердің мәмілелер үшін алатын комиссиясы, сақтау және салықтар үшін комиссия. Стратегия жасап, мақсатты кірістілікті орнатқан кезде оларды әрқашан ескеруіңіз қажет. Біз қорлар жаңадан бастаушылар үшін ең жақсы шешім деп айтқан кезде, бұл жерде сіз әртараптандырылған портфельді сатып аласыз. Және сонымен бірге шығындарды ескересіз. Жусан Инвест инвестициялық пай қорларымен жасалатын мәмілелерге сізде комиссияларда, салықтарда болмайды. Бұл ретте сіз барлық танымал компанияларды сатып аласыз және жоғары тәуекелге бармайсыз. Үшіншісі, тым көп тәуекелге бару. Мен қаржы кеңесшісі емеспін, бірақ сіз өзіңіз жоғалта алмайтын ақшаңызды инвестицияласаңыз, ол үлкен қателік. Сіз бұл ақшаны біраз уақытқа ғана салатыныңызды және ол ақша кез келген уақытта күйіп кетуі мүмкін екенін түсінуіңіз керек. Мен артық ақша өте аз немесе жоқ болуы мүмкін екенін түсінемін, бірақ мұндай жағдайда шешім табуға болады. Алдымен арнайы бағалы қағаздарға ақша жинау үшін қолыңызда бар бос ақшаны жинап бастауға болады. Брокерлер сізден мүмкіндігінше көп ақша тапқысы келеді деп ойлайтын шығарсыз. Бірақ олай емес. Іс жүзінде бізде және сізде мақсат біреу, ол сіздің капиталыңызды көбейту. Тағы бір қателік – күту. Біз бәріміз күткенді жақсы көреміз. Инвестициялауда күту дегеніміз бұл көп ақша пайда болған кезді. Инвестициялауды үйренуге мүмкіндік болатын кезді күту. Бірақ мен сізге мұнан айтайын. Жусан қосымшада біздің инвестициялық пай қорларымызды инвестициялауды 500 теңгемен ақ бастай аласыз. Роликтерімізбен танысып, инвестициялау академиясынан тегін оқудан өтіңіз. Сол себепті күтіп отыра бермей, инвестициялауды қазірден бастаңыз. Тағы бір жиі кездесетін қате – өзгелерді тыңдау. Мысалы, біреу таяуда қандайда бір компанияның акциялары ұшып кететінін айтып сендіреді. Бұл ретте ең сізге жақсы кеңес ол нарықты, құралдарды, тарихи деректерді зерттеп, нарықты өзіңіз талдай алуға тырысу. Бүгінге осы. Біздің арнамызға жазылуыңызды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, инвест идеялар ұсынамыз. Көріскенше.